Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңыз? Білмес бай диасында біз қалай әдемі превью жасайды және қандай приложениелер қажет деген керемет тақырыпта сіздерге соны үйрететін боламын. Және қандай мына жерде көріп тұрсыз және қандай приложениелер қажет екенін. Сосын достар, мына жерде көріп тұрсыздар, бізде төртбұрыштыларда приложениелер жасырылған. Иә достар, бұл қандай приложениелер екенін комментке жазып кетейік. Міндетті түрде жазып кетейік. Сосын видео бастамас бұрын жазып лайк басып, келіп ана жазып кетейік. Тезірек 3 подқа жетіп берейікші достар. Уже жетеміз деп жүргенше, уже каникул бітіп қойды ғой, каникул бітейін деп жатыр ғой. Общем айтқанда, біз не созып тұрмыз? Біз ендеше let's go! Play'ге кіреміз. Поискты басамыз, поиск приложениеге басамыз. Дәл осылай жазамыз, сосын осыны басамыз. Установить деген кнопканы басам. Установить деген кнопканы басамыз. И открыть дегенді басамыз. Сатылып болған кезде осылай шығады. Логотип, сосын from фотоны басамыз да өзіміздің скинімізді аламыз. Ал ары қарай мына заттарды сіздерге көрсетуге болмайды, себебі ол менің жеке меншігім. Иә. Айтады деп ойладыңыздар ма? Иә достар, міне мен дейтін тіпті влогқа барған нелерім бар мұнда, бірақ мен оны шығармадым, себебі менде видеолар кәдімгідей қысқа және қысық болмай қалды влогым. Сондықтан мен шығармай қалдым. Иә достар, көріп тұрсыздар, менің видеоларым деген осындай. Иә, білесіздер. Бұның бәрін достар, мен кейбір адамдарға жасап беремін. Неге оны айтып отырмын жалпы? Достар, міне біздің скиндеріміз тұрады сіздерде. И сол өзіңіздің скиніңізді барып деп басып жібереміз де, классик скинді басамыз. Сосын мұнда андай стрелка тұр ғой. Біреу мына жерге, біреу мына жерге, біреу мына жерге, біреу мына жерге. Яғни төртеуі әр қалай жерге қарап тұрған, соны басамыз. Сосын бізде осындай сөз шығады. Бұнда тіпті мынандай ұшып баратқан, мынандай ұшып баратқан, и сосын барып мынандай құлап баратқан және отыратын және осылай кел нахуй паразам деп тұрған бар ғой, короче. Так, достар, мынаны аламыз да, енді біз қалай, общем айтқанда, әдемі превью жасаймыз. Осындай біз мысалы превью жасайық та, общем осындай біз дейтін превью жасайық. Міне осындай, короче, превью жасаймыз қазір. Так, бітеміз, короче, осылай, короче. Давайте мен выживание деген превью жасайын деп шештім, көп созбай уақытты. И міне біз жай ғана скриншотты басамыз өзіміздің телефонымыздан. И болды. Енді біз оны қазір галереяға барып, короче, қырқып алайық. Міне достар, біздің де, короче, қырқылған фотомыз дайын болды. Енді біз оны бірінші приложениеміздің атын сіздер таптыңыздар. Ол приложениенің аты SkinSeed. Сет па, короче. Енді келесі приложение бізге керек болады. Ол екінші болып жасырылған Background Eraser. Иә. Екінші приложениенің аты Background Eraser. Короче, соны жазып аламыз. Иә, осылай жазамыз. Сосын сіздер алданып қалып жүрмеңіздер, мынаған. Бұл емес, достар. Біздікі ол мынау. Иә. И біз установить басамыз да, сосын открыть басамыз. Установить болғаннан кейін әрине. Сосын бізде сіздердің негізі бір сөз шығу керек еді, мынау бірдеңекі разрешить. Мен просто бағанада кіріп қойған едім. И содан соң разрешить басқада сіздің бүкіл галереяңыздағы фотоларды шығарып береді, ол дұрыс па? И сосын сіздің бағада кіріккен фотоңыз осы жерде тұрады ғой. И соны біз барып осылай басамыз. И және осындай бірдеңе превью шықты бізде. Осы превьюдің енді бір қателіктерін жөндейміз. Болмаса сіздер бүйтіп қателік жасағыларыңыз, оны точно істемей қойылсаңыз, точно дегенді басамыз. Ал мен оны қалай сөйтіп білмеймін, оны өздеріңіз ютубтан қарап алыңыздар. Сосын қалай зарегистрировать ететінін пискартты, оны да мен қазір пискартқа, общем айтқан превью жасап отқанда жадына қойып қоятын боламын. Ал енді үшінші төртбұрышты қораптың несі ашылады. Пискарт! Ең басты керек приложение бұл. Ал енді достар, біз кірген соң көкбұрышты, көкбұрышты yok. Не айтып атым, қоп кетті бош. Короче, бұна розовый домалақ сақты ақып тұр ғой. Короче, плюс соны басамыз да, сосын бізде бағадағы дейтін, короче, енді бізде пустой дегенді басамыз. Пустой дегенді басқан соң
Енді достар, біз инструментті басамыз, сосын обрезикті басамыз, 16-та 9 дегенге қойып қоямыз міндетті түрде. Және соның жаңағы квадратты басамыз, и осыны басып, тез өткізіп жіберейік. Достар, енді біз әрине превью жасауымызды бастаймыз. Бағана фотоны аламыз. Мен сіздерге айтқан едім, осы превью фотоны алмай тұрып, ең бірінші достар, блик деген приложение, приложение емес, бұл өзінің спискапта тұратын заты ғой. Сондай бірдеңені аласыздар, блик дегенді. Достар, мен бұны екінші рет түсіріп отырмын. Бағана түсірген едім достар, просто олар шықпай қалыпты, дұрыс шықпай қалғанда ол проблема болған. Ода бір жаманы дауыс шығып қалыпты. Содан соң мен қайттан осыны түсіріп отырмын ғой. Түсіндер деген ойдамын. Сіздер түсінбесеңіздер айтыңыздар. Түсінбей атырық деп, түсіндірем бәрін деп ұрысып кетсең. Қойып кеттім, мынаны басамыз біз дейтін. Осыны басып, сразу біз дейтін осы жерге қоямыз. Ура! Деп, давайте так дейтін осылай. И енді бізде давайте Майнкрафт. Так, қазір кирка дегенді ағылшынша жазып алайын. Кішкене маған мүмкіндік беріңіздер. Ой, достар, кешіңдер мүмкіндік деппін ғой. Уақыт беріңдер, достар, пик бірдеңе, пикейх деп жазамыз қазір. И бізге давайте бір кирканы ала салайық. Нервім шығып кетті, достар, уже видео саламын деп. Достар, кездер видео салу маған қиын болып кетіпті. Көріпсіңдер өздерінде оны. Так. Даже наны қалай ұстаймын мен. В общем, 2 минут деп шықса, онда сіздің егіз толып қалды дейді. Сіз қайттан қалай оны диясыз еді, ондай болса мен оны қалай шешеймін деп айтып жатсаңыздар, мына стрелканы басыңыздар, асты қарап тұрған, басқан соң осыны, и сіздерде осындай бір какой-то реклама шығады, и біз осы X-ті басып жібереміз деп құлақтарын алып кетсе ренжімеңдер достар. И кейде осындай бір рекламалар да шығып тұрады. Оны да бір көре тұрыңдар. Бізде тез өткізіп жіберу деген зат бар шығар. Так, өткізіп жіберейік, енді тез мынаны құртайық. Сондай казиноға реклама ешқашанда жасамаймыз. Кетей барай, сен де бір тұрып алыпсың. Так, сол айтқанда басқан соң X-қа басып жібереміз де шығамыз, потом барып бағанағы скачать етілгенді басып, қайттан бір реклама көремін. Кім айтты сендерге маған превью жасау оңай деп? Осындай нервқа тиетін заттар шығады енді арасында. Достар, өзіңізге керек затты осы жерден алып, осы жерге қойыңыз. Болды достар, біздің превьюіміз жақында дайын болатын сияқты ма? Қалай, Пайде солай сияқты, оны кішкене болмай қалды. Так, мынау бір кішкене қуып қалды. Бүйтіп саламыз, ничего страшного. Так, тағы сәл қуып тұр. Осылай қоямыз. Все, болды ғой. Енді точно қумайтын сияқты. 10-нан 9-дан 5 дейді. Наларда бір. Осы бағанағы достар, мен дейтін видеоның басында жасаған превьюға оценка беріңдер дегенем ғой, үшін басқаларға. И олардың маған оценка бергені анау болып тұр ғой, бағана жібергені. Так, достар, менің жаңадан жасалып жатқан превьюма сіздер қазір оценка беріп кетсеңіздер болады. Астына түсіп тезірек. Достар, бізде какой-то осындай кубик шығып жатыр. Но бұл кубик емес, бұны мен жай ғана ортасынан қойып қойдым. Так. Мен аны қою қиын қой маған. Так, поворотты баса салайық енді. Мынаны қоя алмайтын сияқтымда бүйте салайын болғанда. Дәйте онда бүйте салайық. Жүр болмайтын қой көріп қой біздің. Дәйте онда оны осылайына қоя салайық. Жоқ, дәйте оны қоя алмаймыз. Үшін бізде бір какой-то осыны шықты енді. Енді бізге тек қалғаны стрелка қылды. Тез стрелка қояйық. Достар, үшін любой затыңызды іздеп, дәл өзіңіз қалай қойғыңыз келеді, солай қойыңыздар. Болды достар, ешқандай қиындылығы жоқ деген ойдамын. Бәріңізге бұл өте пайдалы болды дегенде ойдамын. Достар, менде стикер қойылмай тұр, демек осылай тоқтата салайық.
Енді біз жаңағы стрелканы басамыз да, ол бізде скачать етіледі. И болды достар. Енді жай ғана оны YouTube-ға қояды деген білетін шығарсыңдар, хотя бы, білмейтіндер болса, оларда бір видео шығарамын. Біз тексеріп алайық, ол бар ма екен біздің бағана жасаған превьюіміз. Міне алғашқы алмаздар деген превьюіміз біздің дайын болды. Ал енді біз видеомыздың қорытындысына кеттік. Достар, біз осымен біздің видеомыздың қорытындысына да келдік. Бүгінгі біз қалай әдемі превью жасайды және қандай приложениелер қажет деген тақырыпта сіздерге, яғни керек болып жүрген мәліметті, яғни түсірдік. Қалай жасайды, туториал түсірдік. Достар, осы видеосы лайк басып, контент кеп анаға жазылып, комментарияға любой бір сөзді жазып кет, мысалы топ, қандай сөз бар, керемет контент. Біз маған мынандай керек, маған мынандай керек, мынаны түсінбей жатырмын дейсіз, мынаны көрсетіп жіберші деп айтып жіберсеңдер, мен оны смело түсіретін боламын және бұрынғы активті оралтатын болайық достар. Себебі біздің актив қазір түсіп кетті. Бұрында бізде 600, 300, 200, 400 просмотрлар жинайтын еді. Ал қазір актив түсіп кетті. Сосын бірдеңе бар. Менде қазір превьюлар әдемі. Бәрі керемет. Бірақ просмотр аз. Ал бұрында превью жаман, бірақ просмотр көп. Бұл қалай болғаны достар. Мен соған кішкене ойлап қалдым, сондықтан да бұрынғы активті оратсаңыздар, күн сайын жазда керемет видеолар сіздерді күтеді. Сондықтан да видеоға лайк бас, коммент келіп жазылып, подписаться кнопкасын ұмытпаймын және қасындағы қоңыраушаны шертіп кетейік міндетті түрде. Достар, сізбен болған мен Владимир. Пока-пока. Чао!